Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көрсеткішті теңсіздіктер. Бүгінгі осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары. Көрсеткіштік теңсіздіктерді шеше алу. Сабақтың мақсаты: көрсеткіштік функцияның анықтамасын, түрлерін, қасиеттерін біледі. Көрсеткіштік функцияның қасиеттерін қолданады. Көрсеткіштік теңсіздіктер шешудің әдістерін қолданады. Көрсеткішті теңсіздіктерге анықтама. Көрсеткіштік теңсіздіктерде дәрежесінің құрамында белгісізі бар теңсіздікті атаймыз. Мысалы, мына төмендегідей түрде болады. Яғни екі түрін көрсетіп қойдым. Қарапайым көрсеткіштік теңсіздіктер келесі түрде болады. Яғни мынау жалпы көрінісі көрсеткіш теңсіздіктердің осындай түрде беріледі. Мұндағы А нөлден үлкен болу керек, және А тең болмау керек бірге. Бұл кез келген сан бола алады. Қарапайым теңсіздіктерді шешу барысында мынандай қасиеттерді пайдалануымыз керек. Яғни көрсеткішті функцияның өсу және кему қасиеттерін пайдаланып теңсіздіктерді шешеміз. Мына бірінші теңсіздігімізде, яғни негізіміз біздің көрсеткішті теңсіздігіміздің негізі А бірден үлкен болса, яғни бірден үлкен сандар болатын болса, теңсіздіктерімізді бір негізге келтірген кезімізде негізіміз бірден үлкен сандар болатын болса, онда біз теңсіздігіміз дәрежесін теңсіздік түрінде жазған кезімізде, яғни теңсіздік таңбасын өзгертпей қоюымыз керек. Ал екінші жағдайда, егер теңсіздігімізді бір негізге келтірген жағдайда негіздеріне қараймыз. Егер теңсіздігіміздің негіздері 0 мен 1-дің арасында жатса, онда біз теңсіздіктің дәрежелерін теңсіздік күйінде жазған кезімізде теңсіздік таңбасын өзгертіп қоюымыз керек. Осы екі қасиетті пайдаланып, біз бүгін теңсіздіктердің шешудің сендерге 3 тәсілін көрсетемін. Бірінші әдіс, яғни бұл жерде екі мысал көрсетемін. Екі жағында ортақ негізге келтіру және жоғарыдағы қасиеттерді пайдаланудың тәсілдерін көрсетемін. Бірінші міне теңсіздігіміз берілген 3х үлкен 9-дан деген теңсіздік. Бұл теңсіздік шешу үшін негізінен біз көрсеткішті теңсіздіктердің негіздерін бір негізге келтіруге әрекет жасаймыз. Яғни біз негізді 3 деген санға келтіргеніміз өте дұрыс келеді. 3-дің х дәрежесі сол күйінде тұрады дағы, біз 9-ды 3-дің квадраты түрінде аламыз. Содан кейін жоғарыдағы айтылған теңсіздіктің қасиеттерін пайдаланамыз. Жаңа алдын көрсеткен. Яғни біз негіздері қараймыз, негіздері бізде бірден жоғары сан болып тұр, яғни 3 болып тұр. Сондықтан біз теңсіздіктің дәрежелерін теңсіздік күйінде жазған кезімізде теңсіздік таңбасын өзгертпейміз. Себебі 3 негізі 3, яғни бірден жоғары сан болғандықтан теңсіздіктің таңбасын өзгертпей жазамыз. Яғни теңсіздігіміздің шешімі дайын болды. Яғни біздің теңсіздігіміздің шешімі 2-ден үлкен сандар болды. Яғни 2-ден плюс шексізге дейін аралықтағы кез келген санды біз теңсіздікке қойсақ, теңсіздігіміз дұрыс болады. Яғни қанағаттанады. Екінші есеп 2-ден 1х дәрежесі үлкен 4-ден 1-ден деген теңсіздік шешіп көрейік. Яғни бұл теңсіздіктің де екі жағын, сол жағында, оң жағында 2-ден 1 негізге келтіреміз. Сол жағы өзі 2-ден 1 негізде тұр. Оң жағындағы 4-ден 1-ді 2-ден 1-дің квадраты түрінде аламыз. Сөйтемізде жаңа жоғарыда қасиеттерге сүйеніп, негіздеріне қараймыз. Егер негіздері 0 мен 1-дің арасында жатса деп айтылған қасиетті пайдаланамыз бұл жерде. Себебі біздің 2-ден 1 деген санымыз 0 мен 1-дің арасында жатыр. Сондықтан біз теңсіздіктің дәрежелерін теңсіздік күйінде жазған кезімізде негіздерін тастап, дәрежелерін теңсіздік күйінде жазар кезімізде теңсіздік таңбасын өзгертеміз. Себебі жаңа айтылды, яғни 2-ден 1
деген сан 0 мен 1-дің арасында болғандықтан біздің теңсіздігіміздің таңбасы өзгерді. Так, яғни біздің теңсіздігіміздің шешімі 2-ден кіші сандар, яғни меншіктен 2-ге дейінгі аралықтағы сандар деп айтамыз. Меншіктен 2-ге дейінгі аралықтағы кез келген санды біздің мына теңсіздігімізге қоятын болсақ, теңсіздігіміздің шешімі дұрыс болады. Так. Одан кейін екінші әдіс. Жақшаның сыртына кіші дәрежелі өрнекті шығару. Яғни біздің мысал ретінде мына теңсіздікті шешіп көреміз қазір. Яғни теңсіздік берілген. Бұл теңсіздікті жақшаның сыртына ортақ көбейткіште жақша сыртына шығару әдісін пайдаланамыз. Бұл жерде кіші дәреже ретінде біз x-3 аламыз. Неге? Себебі біз x-3 мына x-тен кіші. Сондықтан біз екі дәрежені салыстырған түрде қараған кезде x-3 деген дәреже мына x деген дәрежеден кіші. Сондықтан біз x-3 деген дәрежені жақша сыртына шығардық. Жақша ішінде 1 қосу 3-тен 1 көбейтілген 3-тің 3-ші дәрежесі түрінде жаздық. Енді бұны біз қазір тексеріп көретін болсақ, жақшаны қайта керісінше ашатын болсақ, 3-тің x-3 дәрежесін 1-ге көбейтсек, мына өрнек өзі шығады. 3-тің x дәрежесін -3-ті біз 3-тен 1 көбейтілген 3-тің 3-ші дәрежесіне қайта көбейтетін болсақ, онда бізде мына 3-тің x-3 дәрежесі 3-тің 3 дәрежесіне көбейтіледі. Ондай жағдайда дәрежелер негіздері бірдей болған кезде дәреже көрсеткіштері қосылады. Ол төменгі сыныптарда айтылған. Сол кезде біздің дәрежелеріміз де -3 пен +3 жойылып кетеді. Яғни қарама-қарсы сандар болады да, сонымен қайтадан 3-тің x дәрежесі келіп шығады. Енді 3-тен 1 алдындағы коэффициент отыра береді. Яғни біз жақша сыртына 3-тің x-3 дәрежесін дұрыс шығарғанбыз. Әрі қарай жақша үшін орындаймыз. Жақшаның ішін орындаған кезде 1 қосу 3-тен 1 көбейтілген 3-тің кубы 27. 27-ні 3-ке қысқартамыз. Сонымен 9 болады. Енді әрі қарай 3-тің 1 қосу 9-ымыз бізге 10-ды береді. Яғни біздің теңсіздігіміз мынандай түрге келді. 3-тің x дәрежесі минус 3-тің x дәрежесі алу 3 көбейтілген 10 үлкен 10-нан деген. Яғни бұл теңсіздік шешу үшін біз әрі қарай теңсіздіктің екі жағында 10-ға бөлеміз. Немесе 10-ға қысқартамыз деп айтсақ та болады. Яғни қысқартамыз 10-ға қысқартқан кезімізде, яғни 10-ымыз 10 таңбалы сан болғандықтан біздің теңсіздігіміздің таңбасы өзгермейді. Бұл күйінде қалады теңсіздік таңбасы. Енді әрі қарай теңсіздіктің негіздерін бір негізге келтіруіміз керек. Яғни 1 деген сан, кез келген санның бөлініші дәрежесі 1-ді береді. Сондықтан біздің алдағы сол жағымыздағы өрнектің негізі 3 болғандықтан, оң жағындағы негізді де 3 негізге келтіруіміз керек. Сондықтан 1-ді 3-тің 0-ші дәрежесі деп аламыз. Яғни сосын теңсіздіктің негіздерін тастауымыз керек алдағы ережелер бойынша. Қараймыз 3 1-ден үлкен сан болғандықтан біз теңсіздіктің таңбасын өзгертпеген күйінде теңсіздіктің дәрежелерін теңсіздік күйінде жазып аламыз. Көріп отырсыңдар, дәрежелерді жаздық. Әрі қарап теңсіздікті шешсек, яғни бізге жауап 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықтағы шешім болады екен. Яғни 3-тен үлкен кез келген сан біздің мына теңсіздігіміздің шешімі болады. Бұл жақшаның сыртына кіші дәрежелі өрнекті шығару әдісі, яғни жақша сыртына көбейткіш шығару. Ортақ көбейткіш шығару. Енді үшінші бір әдіс жаңа айнымалы енгізу. Әрбір есеп өзінің қай әдіске ыңғайлы келетіндігін соған қарап шығарамыз. Мына теңсіздікті шешеміз. Бұл теңсіздікте жаңа айнымалы енгізу әдісіне өте ыңғайлы келеді. Біз мына жердегі 9-ның x дәрежесін 3-тің 2 дәрежесі түрінде аламыз. Жақша ішіне оның сыртына x қойылады. Енді іштегі дәреже мен сырттағы дәреже көбейтіледі дегенді төменгі сыныптан білесіңдер. Сонда бізге 2x деген дәреже пайда болды. Мұндағы x-тің орнын 2 мен алмастырып, жақша ішіне 3-тің x дәрежесі сыртына квадрат қойып жазуға да болады.
Мына жағы сол күйінде тұр. Тек қана мына жерде -9-ды біз былай қарап +9 түрінде өткіздік. Теңсіздікті нөлге кіші түріне келтіріп алдық. Сөйтіп, 3-тің x дәрежесін қандай да бір t деген әріппен белгілеп алдық. Сөйтіп, теңсіздігімізді жаңа айнымалы енгізу арқылы жаңа түрде жаздық. Яғни, 3x-тің орнына біз t-ны қойған кезімізде, мына жерде 3x-тің квадраты деп айтылады, бастан білесіңдер. Сонда t квадрат алынған 3t қосу 9 кіші 0-ден деген квадрат теңсіздік пайда болды. Бұл квадрат теңсіздіктің түбірлерін табамыз. Енді мына жерде мен дистерминант түрінде табылуын көрсеттім, мұны төменгі сыныптардан білесіңдер. Кейбір оқушылар бұны Вет теоремасын қолданып та тез тауып алады түбірлерін. Одан кейін әрі қарап бұл квадрат теңсіздікті біз интервалдар әдісін пайдаланып шығарамыз. Интервалдар әдісі, яғни квадрат теңсіздіктің түбірлері табылғаннан кейін оны көбештерге жіктеп алдық. Көбейткіш түрінде. Одан кейін барып біз интервалдар әдісін пайдаланып интервалдардағы таңбаларын анықтаймыз. Яғни бірінші түбіріміз 1, екінші түбіріміз 9, оны мына жерден көріп отырсыңдар. Енді осы жерде әр интервалдағы таңбаларды анықтау, бұл 8-ші класста, 7-ші класста өтілген тәсіл. Яғни мына аралықтан кез келген бір санды алып теңсіздікке қоямыз. Сонда мына жерден аралықтан кез келген бір 6 деген санды алсақ, мәселен 6-дан 9-ды алсақ 3, бірінші шақшамыз. 6-дан 1-ді алсақ 5, яғни бірі оң сан, бірі теріс сан болды. Бұлардың көбейтіндісі теріс сан болады, сондықтан минус таңба қойылды. Одан кейін мына интервал 0-ден -8-ден 0-ге дейін аралықтан бір сан алсақ, мәселен 0-ді алсақ, онда мына жерімізде теріс, мынау жерімізде теріс болады. 0-ді қойсақ тылардың орындарына, бұл кезде мына жерде 10 таңбалы сан шығады. Мына жерден 9-дан жоғары бір кез келген сан алсақ, мысалы үшін 10 алсақ, 10-ды мына жерге қойсақ, мынау да 10, мынау да 10 болады. Екі оң санның көбейтіндісі оң сан. Сөйтіп біз интервалдардағы таңбаларды анықтап алдық. Енді бізге керекті біздің теңсіздігіміз үшін шешім 1 мен 9-дың арасында жатыр. Себебі біздің теңсіздігіміз 0-ден кіші сандарды кіші аралыққа тиісті болып тұр. Сол үшін 1 мен 9-дың арасын алдық. Біздің мына теңсіздігіміздің, квадрат теңсіздігіміздің шешімі 1 мен 9-дың арасында жатыр. Сол үшін енді біз осы жерде біздің теңсіздігіміз, мына төмендегі квадрат теңсіздігіміздің шешіміміз осы жерде табылды. Біз бұны әрі қарап t-ның орнына өзіміздің бұрынғы белгілеп кеткен айнымалымызды 3-тің x дәрежесін қоямыз. Мына жерге әкеліп t-ның орнына. Одан кейін барып бұл қос теңсіздікті әрі қарап шешеміз. Қос теңсіздік шешкен кезімізде бұл жерде негіздерін бір негізге келтіру керек. Біз 1-ді өткендегідей қылып 3-тің 0 дәрежесі қылып жазып алуымызға болады. Мына жерде 3-тің x дәрежесі өз күйінде тұр. 9-ды 3-тің квадраты деп аламыз. Яғни біз қос теңсіздігіміздің негіздерін барлығын бір негізге келтірдік. Жаңағыдай қараймыз сосын. Негіздері қандай сандар? 1-ден жоғары сандар ма, 0 мен 1-дің арасындағы сандар ма деп. Біздің теңсіздігіміз бойынша бұл сан 1-ден жоғары сан болды негіздер. Сондықтан біз теңсіздік дәрежелерін теңсіздік күйінде жазар кезімізде негізді 1-ден жоғары сан болғандықтан біз теңсіздіктің таңбасын өзгертпейміз. Яғни біздің теңсіздігіміздің шешімі 0 мен 2-ның арасында жатыр екен. 0 мен 2-ның арасындағы кез келген санды алып біз теңсіздігімізге қоятын болсақ, теңсіздігіміз қанағаттанады. Яғни шешім бола алады. Сөйтіп, әрі қарап осындай теңсіздіктерді осындай тәсілдермен өздерің шығара бересіңдер. Балалар, үйге тапсырма береміз. Жауабымыз аяқталды. Үй тапсырмасына мен сендерге жаңа жоғарыдағыдай мысалдар ретінде 2 мысал алдым. Міне, осы 2 мысалдың, әр мысалдың өзінің жауабы астарында тұр. Әрі қарап шығарасыңдар осы теңсіздікті үйге. Сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.